Отанның қасиетті туған жері номинациясы мектебінің номері 33-ші жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі орындаған 7 жас сынып оқушысы Кәрім Аманқұс. Жобаның тақырыбы туған жер өнеркәсібі. Оқушыларға туған өлкесінің экономикасын дәстүрлі және заманауи кәсіппен таныстыруға арналған экскурсиялық жоба. Ал жобаның мақсаты оқушыларды туған жердегі өндіріс орындарымен, кәсіпкерлік салаларымен таныстыру, әртүрлі мамандықтар мен жұмыс орындарының қыр-сырын көрсету, кәсіпкерлікке қызығушылықты арттыру және жергілікті экономиканың дамуына көзқарас қалыптастыру. Экскурсияның бағыттарына 3 негізгі бағыттар: Golden Camel Group Ltd, Түркістан Текстайл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тігін цехы және бизнес идея. Біріншісі Golden Camel Ltd. Бұл зауыт жерге бес өңдеумен айналысады. Оқушылар өндіріс өнімдерінің өндіріс процесімен танысады және дәрумендерге бай өнімдердің қалай дайындалатынын көреді. Экскурсияға қатысушылар еріктілер клубы, өзін-өзі басқару ұйымы мен 5-9 сынып оқушылары. Бұл тігін цехы, яғни бұл кәсіпорын айына 15 000 бірлік тігін өнімдерін шығарады. Экскурсия барысында оқушылар тігін өндірісінің кезеңдерімен және заманауи жабдықтармен танысады. Экскурсияға қатысушылар еріктілер тобы және 6-9 сынып оқушылары. Келесі Атамекен Түркістан облыстық кәсіпкерлердің палатасы. Оқушыларға шағын кәсіпкерліктің қыр-сырын түсіндіру мақсатында ұйымдастырылады. Оған қатысушылар 9-10 сынып оқушылары. Экскурсия барысында кәсіпорын өкілдерімен кездесіп, олардың жұмыс тәжірибесі мен кәсіпорын тарихы туралы әңгімелерін тыңдау, өндіріс процестерін тікелей бақылау арқылы технологиялық кезеңдерді түсіну, өнімдердің сапасын бақылау және нарыққа шығару жолдарымен танысу. Ал қорытынды шараларға экскурсиядан кейін оқушылар алған білімдері мен әсерлерін ортаға салады, талқылау ұйымдастырады. Әр оқушы өзіне ұнаған кәсіпорын немесе өндіріс саласы туралы қысқаша айтады. Қорытындыға келсек, туған жерге деген қызығушылық пен құрметті арттыру, оқушыларға кәсіпкерлік пен мамандық таңдауда және оқушылардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында өз көмегін тигізеді.